Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Дене шынықтыру пәнінің сабағы бойынша онлайн сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы футбол ойыны кезіндегі допты алып жүру әдістері. Сабақтың мақсаты: бірінші, футбол ойыны кезіндегі допты алып жүру әдістерін түсіндіру. Екінші, ойын кезіндегі жылдамдықты, ептілікті, қимыл қозғалысты дамыту. Үшінші, оқушыларға салауатты өмір салтын насихаттап, адамгершілікке, әдептілікке тәрбиелеу. Сабағымызды бастамастан бұрын техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысу. Үй жағдайында жаттығулар орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Бірінші, жаттығуларды орындауға арнайы орын таңдау. Екінші, жаттығуларды орындау орынның тазалығы. Үшінші, жаттығуларды орындау кезінде кедергі болатын заттарды алып тастау. Төртінші, денені қыздырынбай жаттығуларды орындамау. Дене жаттығулары сенің ағзаңды жақсы дамытады, денсаулығыңның нығаюына көмектеседі, бұлшықеттер мен сүйектерді нығайтады. Басты алға, артқа, оңға, солға иеміз. Одан кейін басты бір жаққа және басқа жаққа айнала қимылдатамыз. Иықты бөбешікке дейін тартылатындай жоғары көтереміз. Қолдарды жан-жақтан, алақандарды ішке қаратып жоғары көтереміз. Аяқты ұшымен артқа қарай жылжытамыз. Жақсылап бүгілеміз. Дененің құрысын жазған соң, негізгі кешенге кірісеміз. Сол қолды жоғары көтереміз. Оң қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кейін оң қолды алға көтереміз. Сол қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кеудені жерден көтереміз. Қолдарды жазып, дем аламыз, бүгіп, дем шығарамыз. Тізелері бүгілген аяқтарды кезектеп көтереміз. Оң тізені сол шынтаққа, сол тізені оң шынтаққа. Оң аяқтың созылған сол қолдың саусақтарына, сол аяқтың созылған оң қолдың саусақтарына сермеулерді орындаймыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, денемен оң жаққа қарай, одан кейін сол аяқ жаққа ұмтылып, денемен сол жаққа қарай бұрыламыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, тізерлей отырамыз. Сол аяқ жаққа да солай жасаймыз. Қолдарды жан-жаққа көтереміз. Бір мезгілде сол аяқ жаққа алшақ ұмтыламыз. Басқа да жаққа солай қозғаламыз. Тізерлей отырғанда дем шығарамыз, жазылғанымызда дем аламыз. Екі аяқта секіреміз. Тез шапшаңдықпен. Дем алуымыз бір қалыпты. Денені аздап оң жаққа бұрып, оң аяққа еңкейеміз. Кейін жазылып, басқа жаққа да қайталаймыз. Еңкейгенде дем шығарамыз, жазылғанда дем аламыз. Жалпы дамыту жаттығуларын орындап болсақ, сабағымыздың негізгі бөліміне ауысамыз. Негізгі бөлімде допты алып жүру әдістері үйрену. Бірінші, допты жылдамдықпен алып жүру. Екінші, допты әріптесі арқылы алып жүру. Үшінші, допты финт арқылы алып жүру. Допты жылдамдықпен алып жүру әдісіне түсініктеме беру. Допты жылдамдықпен алып жүру дегеніміз, ойыншы допты алдыға түйіп, жылдамдықпен жүгіру арқылы допқа қайта жету. Екінші, допты әріптесі арқылы алып жүру дегеніміз, ойыншы ойын кезінде допты әріптесіне беріп, өзі алдыға ашылады. Үшінші, допты финт арқылы алып жүру.
Ойыншы допты әртүрлі әдістер арқылы қарсылас команданың ойыншысын алдап өту. Мына суретке назар аударыңыз. Бірінші, табанның ішкі қырымен алдыға теуіп, допты алдыға алып жүру. Екінші, табанның үстіңгі жағымен теуіп, допты алдыға алып жүру. Үшінші, аяқтың ұшымен допты алдыға теу арқылы алдыға алып жүру. Төртінші, табанның сыртқы қырымен алдыға тебу арқылы допты алдыға алып жүру. Келесі суретке назар аударыңыз. Бұл жерде допты әріптесі арқылы алып жүру әдістері бейнеленген. Ойыншы ойын кезінде допты әріптесіне алдыға қарай беру арқылы допты алдыға алып жүреді. Келесі суретке назар аударыңыз. Ойын кезіндегі финт арқылы допты алып жүру әдістерінен көрініс. Бұл жерде ойыншы әртүрлі әдістермен қарсылас команданың ойыншысын алдап өтіп, алдыға допты алып жүреді. Ендігі кезекте тапсырма. Бірінші тапсырма. Допты алып жүру әдістерін атаңыз. Екінші тапсырма. Футбол ойыны кезінде финт термині қандай түсінік береді? Үшінші тапсырма. Жылдамдықпен допты алып жүру әдісін түсіндіріңіз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.